Бүгін біз артерия аксиллярисінің тікелей жалғасы, артерия брахиалис иық артериясы, артерия радиалис кәрі жілік артериясы, артерия ульнарис шынтақ жілік артериясы және де алақан артериялары, соларға тоқталамыз тармақтарына. Бастайық. Міне біз алдыңғы сабақ артерия аксиллярисінің негізгі тармақтарына тоқталдық. Соңғы үшінші бөліміндегі тармағы қандай еді? Артерия циркумфлексия хумери антериор және артерия циркумфлексия хумери постериор. Тоқпан жіліктің айналма алдыңғы және артқы артериялар. Мынау артерия аксиллярис бітті осы жерде. Жалпы дельтоидустың бойында бітеді, мускулюс дельтоидустың. Енді оның артерия аксиллярисінің тікелей жалғасы артерия брахиалис. Артерия брахиалис негізгі жүру жолы бұл осы тоқпан жіліктің алдыңғы медиалды бөлігі арқылы жүреді. Сосын шынтақ шұңқырына келген кезде, екіге бөлінеді. Артерия радиалиске, кәрі жілік артериясына және артерия ульнариске, шынтақ жілік артериясына айырылады екен. Енді біз мына бір кесте бойынша, жалпы осы схема бойынша жүреміз. То есть әрбір артерия брахиалис, радиалис, ульнаристің тармақтары бар ғой. Міне брахиалиске қатысы, ульнариске қатысы және радиалиске қатысы және ульнариске қатысы тармақтар. Осы тармақтар дербес негізгі артериялардың тармақтары бір-бірімен шынтақ шұңқырында анастомоз түзіп, шынтақтық тор құрайды. То есть біз шынтақтық торды құрауға қатысатын тармақтарды білсек, жалпы мына өтетін негізгі артериялардың тармақтарын білеміз. Мен барлығына бөлек-бөлек тоқталам, сосын шынтақтық тор қалай құралып тұрғанын тоже бір тоқталамыз. Осыны жаттап алсаңдар болды, жетеді. Так, енді артерия брахиалистің тармақтарына тоқталайық. Артерия брахиалис иық артериясының бірінші тармағы артерия профунда брахи деп аталады. Иықтың терең артериясы. Бұл тоқпан жілік сүйегі бар ғой. Осы сүйекті артқы жағымен айналып өтіп, осы тоқпан жіліктің артқы бөлігінде орналасқан және иық бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді. Одан кейін ол осы артқы бөлігінде екіге ажырайды. Бұл артерия коллатерали радиалиске және артерия коллатерали медиалиске. То есть кәрі жіліктің жанама артериясына және ортаңғы жанама артерияға. Коллатераль деген ол жанама деген сөз. Келесі тармағы артерия брахиалистің артерия коллатерали ульнарис супериор жоғары орналасады. Шынтақ жіліктің жоғарғы жанама артериясы, одан кейін артерия коллатерали ульнарис инфериор, шынтақ жіліктің төменгі жанама артериясы, супериор, инфериор. Коллатераль, то есть брахиалиске қатысының барлығы нәрді көрініп тұр, бәрінде коллатералис бар. Енді біз не істеуіміз керек? Радиалистің және ульнаристің тармақтарын қарап шығайық. Мынау радиалис, то есть қолдың латеральды бөлігінде орналасады, бас бармаққа қатысты. И медиальды бөлігінде орналасатын артерия ульнарис. Енді артерия радиалистің тармағы біреу ғана, то есть шынтақтық торға қатысатын бір тармағы бар, ол артерия рекурренс радиалис. Артерия рекурренс радиалис. Кәрі жіліктің қайырылма артериясы деп аталады. Кәрі жіліктің қайырылма артериясы. Енді шынтақтық торға қатысатын артерия ульнаристің тармақтары міне. Біріншісі мынау. Артерия интеросеус коммунис. Артерия интеросеус коммунис. Интеросеус дегеніміз бұл сүйек аралық. То есть жалпы сүйек аралық артерия. Жалпы сүйек аралық артерия. Ол екіге бөлінеді. Міне, сүйек аралықтың ішіне кіретін, сүйек аралық өзек бар ғой, мембрана интеросеус. Осы мембрана интеросеустың ішіне кіретін тармақтар ол артерия интеросеус деп аталады. То есть антериоры бар және постериоры бар. Осы постериордан таралатын бізде артерия интеросеус
артерия recurrens interosseus деп аталады. Түсінді ма? То есть артерия ульнаристың тармағы артерия interosseus communis, жалпы сүйекаралық артерия. Ол бөлінеді бізде мына мембрана interosseus сүйекаралыққа кіретін артерия interosseus anterior және де posterior. Осы posteriorдан таралатын тармақ артерия recurrens, артерия interosseus recurrens деп аталады. Қайырылма сүйекаралық артерия ғой сонда. Артерия interosseus recurrens. Қайырылма сүйекаралық артерия. Түсінікті ғой интеросеуспен. Енді ульнаристің екі тармағы қалған. Бұл антериордан басты. Артерия recurrens ulnaris anterior. Артерия recurrens ulnaris anterior. Және де артерия recurrens ulnaris posterior. Енді мынау артерия ульнаристе жалпы шынтақ несіне қатысты тармақтарын біттік. Енді қараңдар. Мына жерде бүйтіп бір-бірімен стрек қойып қойған, значит анастомоз түсіп тұр деген сөз. Шынтақтық тор құрып тұр деген сөз. Енді бір-бірімен байланыстырайық. Например, артерия collateral radialisті артерия recurrens radialiспен байланыстырайық. То есть радиалис пен ульнариске қатыстылар, олар нелер? Рекурренстер, қайырылмалар. Ал брахиалиске қатысты коллатералистер, жанамалар. Дұрыс қой? Енді мына бір бөліктегі жалпы шынтақтық тор қалай құралып тұр? Ой, не өкетті? Қалай құралып тұр, соны бір қарайық. Мына жерде шынтақтық тор мына жерден ғана көрсетілген. Міне, біріншісі мынау. Мынау не еді? Артерия profunda brachii екіге бөлінді дедім. Артерия profunda brachii екіге бөлінді дедім. Осы біріншісі артерия collaterale radialis және артерия collaterale medialis. Көріп тұрсыңдар ма? Артерия collaterale radialis қосылып тұр артерия recurrens radialiспен. Бір анастомоз кетті. Екіншісі мына жақта. Міне, interosseus communistен шығатын артерия interosseus recurrens бар ғой. Сол артерия interosseus recurrens кіммен анастомоз түсіп тұр? Артерия collaterale medialis пен анастомоз түсіп тұр. Міне. Келесі, мысалы, міне, артерия recurrens ulnaris anterior кіммен анастомоз түсіп тұр? Артерия collaterale ulnaris inferior мен анастомоз түсіп тұр. Түсінікті ғой? Келесі, артерия recurrens ulnaris posterior мені артта, төмен тұрған. Ол артерия collaterale ulnaris superior мен анастомоз түсіп тұр. Тағы бір анастомоз бар, мына жерде білінбейді. Мына аяқтан келетін. Ой, мына бір. Артерия collateralis medialis, тағы мына артерия collaterale ulnaris inferior мен тоже бір анастомоз түсіп кетеді. Мына аяқта розовым беріп тұр. Мені осыны жаттап алыңдар и мен айтқанымды топография бойынша қараңдар. Хорошо? Радиалиске қатыстылар латераль жақта, ульнариске қатыстылар медиальды жақта орналасады. Енді төмен қарайды, сүйекаралық түсінікті. Сүйекаралықты қамтамасыз ететін артерия десе, артерия interosseus communis десеңдер қате емес. Просто ол бөлінеді антериорына сүйекаралықтың өзін, постериоры сүйекаралықты да и нәуірді да береді. Артерия interosseus recurrensті тоже береді, который шынтақ торын түсетін. Енді, мына жерде қараңдар, артерия радиалис және артерия ульнарис екеуі рамус карпалис пальмаристі беріп тұр. Карпалис пальмарис білезіктік тармақтар береді. Міне, мына жерде көрмейді. Ой.
бір фото бар тұғын. Мына жерде білезіктік тармақтар түзетін тор болу керек. Мына жерден көрсетейін. Мына менің сызбам осы жерде, мына радиалис, мына ульнарис, осы екеуі мына тармақ береді, осы білезіктік тармақтар и білезіктік тор түзеді. Білезіктік тор түзеді, ретте карпалис түзеді. Мына жерде ретте карпалис атаймыз просто. Енді артерия радиалис және де ульнарис алақан деңгейіне келген кезде алақандық артерияға береді екен. Айтпай кеткен бізде брахиалис, радиалис, ульнарис негізгі тармақтары түсінікті, шынтақтық торға қатысты. Енді алақанға қатыстыларды айтамыз, олар тоже бірігеді. Қазір мына жақта топография. Міне. Міне, артерия радиалис, жалпы артерия радиалистің алақанға келген кезде жүру жолы басқаша болады. Ол бана айттым ғой, латеральды бөлік арқылы бас бармаққа сәйкес келеді. Осы латеральды бөлік арқылы төмен қарай түседі де, ретте карпалисті беріп кетеді білезіктік, и ол банаға білезік деңгейіне келген кезде бас бармақты айналып өтеді. Міне, мынау алақандық пальмарис бөлігі, ал сыртқы бөлігі бізде дорсалис деп аталады. Пальмарис алақандық бөлік. Осы міне бас бармақты бүйтіп айналып өтеді. То есть, қалай айтамыз? Білезік деңгейінде бас бармақтың алдыңғы бөлігі арқылы, міне алдыңғы бөлігі арқылы бас бармақты айналып өтіп, мына жерде ойық бар. Осы ойықтан өтеді. Өтеді де қайда келеді? Пальмарис бөлігіне келеді. Түсінікті болды ма? Түсінікті болған жоқ сияқты. Қазір нақты фото бар. Міне, просто түсіндіре салайын. Оңай жолмен. Мені көріп түсінер ме? Мынау радиалис қой. Мені бас бармақты айналып өткенде, артынан дорсалис бөлігінен айналып өткенде, қайтадан пальмариске келген. Мына жерде, алақандарын бетіп ашсаңдар, міне, мына жерде көрінеді. Мынау дорсалис бөлігі. Осыны айналып ішкі бөлігіне пальмариске қайтып барады. Мына жақта да көрінген, көріп түсінер ме? Артқы бөлігі сызық-сызық қой. Сызық-сызық болып көрінген. Міне, айналып өтеді. И пальмарис бөлігіне қайтып келеді. Түсінікті ғой? Енді жалпы түсіндір жайын. Мынау артерия радиалис. Артерия радиалис бізде бас бармақты қамтамасыз ететін, бұл артерия прицепс полицис деп аталады. Артерия прицепс полицис, одан кейін беретіні мына ұрсық саусаққа артерия радиалис индексис деп аталады. Бұны беріп кетеді. Енді мына артерия ульнарис пен артерия радиалис екеуі қосылады. Осылайша мына бер жағында тұрған, мына тұр ғой. Осы доғаны біз атаймыз. Осы доғаны аркус пальмарис суперфациалис деп атаймыз. Беткей алақан доғасын құрады. Аркус пальмарис суперфациалис. Ал мына өрді айналып өтіп келгеннен кейінгісі бұл терең алақан доғасы. Аркус пальмарис профундус деп аталады. Түсінікті ғой? Енді осы аркустардан, то есть доғалардан таралатын тармақтар бар. Міне. Доғалардан таралатын тармақтарды біз айтаймыз артерия дигиталис коммунис. Міне, екі доғадан екі тармақ келіп бір-біріне қосылғандықтан артерия дигиталис коммунис. Үшеу болады олар бізде. Осы артерия дигиталис коммунистен шығатында артерия дигиталис пальмарис пропре, то есть жеке. Алақанның меншікті артериялары ғой. Осылар. Сонда бас бармаққа беретін просто артерия радиалисінің артерия прицепс полицис, сұс саусаққа беретін артерия радиалис индексис. Осы ғана исключение. Қалғандары мына аркустан таралады. То есть
аркус пальмарис суперфациалис және де аркус пальмарис профундус. Мына ульнарис пен радиалис екеуі қосылып тұр, көрініп тұр, иә. Енді мынаны үшеуін біз айтаймыз артерия дигиталис коммунис деп атаймыз. Артерия дигиталис коммунис алақанның жалпы артериялары. Одан кейін алақанның меншікті артерияларына таралады. Әрбір саусаққа кететін артерия дигиталис пальмарис проприя. Болды, осы сызба. Енді мына жақта көрсетейін. Міне, мынау суперфациалисіміз, мына аркус пальмарис суперфациалисіміз, мынау аркус пальмарис профундус, мынау бана коммунис, мынау проприя. Енді мына жерде қызылмен белгілеп тұр. То есть сұқ саусақ пен бас бармақты радиалистің тармақтары қамтамасыз етеді, бана айтқанымдай. Ал қалған үш саусақты бізде ульнаристің тармақтары қамтамасыз етеді. Мына жер түсінікті бәріне. Ода түсінікті. Енді мына коммунис, коммунис, проприя. Мына суперфациалис, мына бет жағында тұрады. Одан кейін ал проприя мына бұлшықеттің ішінде тұрады. Терең бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз етеді. Мынау рейте карпалис, білезіктік. Так, мына жерде тек қана суперфациалис көрінген, Енді біз алып тастайтын болсақ бұлшықеттерді және связкалардың алып тастайтын болсақ, онда проприя не көрінеді? Профунда көрінеді. Терең көрінеді, Бүгінге осы мына бір кестені тағы бір көрсетейін. Осы кестені жаттап алсаңдар, то есть түсінікті, шынтақтық тордың түзілуі жалпы дербес негізгі артериялардың тармақтарынан түсіліп тұр, былай айтқан кезде. Осы шынтақтық тордың жалпы анастомоздар, неше анастомоз тұр? 5 анастомоз жаттап алсаңдар, кім мен кім не істеп тұрған? Оның барлығы осы негізгі артериялардың тармақтары деген сөз. Одан кейін осы ғана бұл түсінікті. Сау болыңыздар, рахмет.